барлықтың алдын алу мүмкін бе? Бұл сұрақты кез келген ата-ана, достар, өзінің жақындарын, лудоманияға шалдыққан адамдарды, лудомания шалдыққан адамдарының салдарының ауқымдылығын көрген кезде өзіне бұл сұрақты қойған болар. Бұл әлбетте тек қана риторикалық сұрақ емес, жауабы бар. Ғалымдар соңғы жылдарда басын ауыртып жүрген, зерттеп жүрген сұрақтардың бірі. Лудоманияны алдын алуға болады. Оған бірнеше әдістер мен тәсілдерде дайындап қойған. Біріншіден, кез келген онлайн ойындар, казино ойындары техникалық девайстармен, ұялы телефонмен, лаптоппен, компьютермен басталатыны түсінікті. Яғни ол сіздің балаңыздың аулада отырып карта ойнауынан да басталуы мүмкін, бірақ та ол кейін компьютер ойынына да ұласуы мүмкін. Сол үшін көптеген ірі тех компаниялар лудоманияның алдын алу үшін сізге ата-аналық бақылауды орнатуға, немесе қандай да бұл аппликейшндар арқылы онлайн казиноларда төлемді жібермеу арқылы сіздің құмар ойынға деген тәуелділігіңізді арттырудың алдын алуы мүмкін. Сондай шешімдердің бірі, қазір Қазақстанда ұсынылып жатқан шешімдердің бірі, ол сіздің онлайн казиноға бәс тігуге келген кезде картаңызды бұғаттау тәсілі. Яғни бұл тәсіл қаншалықты тиімді және бұл тәсіл мемлекеттің қандай елдерде бар дейтін болса, бұл тәсіл көп жағдайда адам құқығын сақтамайтын және заңдары өте қатал мемлекеттерде, соның ішінде Қытайдың кейбір провинцияларында, Канаданың кейбір провинцияларында бар заң болып табылады. Ол нені білдіреді? Егер сіз Қазақстанда өзіңіздің несиелік тарихыңызды жақсартқыңыз келсе, несие алғыңыз келмесе, немесе сіздің атыңыздан алаяқтар несие алады деген қауіп болса, сіз электронды үкіметтің e-gov мобайл парақшасына кіру арқылы өзіңіз жеке деректеріңізде мені кредит алудан бұғаттау деген функцияны таңдай аласыз. Яғни сіз өз-өзіңізге, болашақтағы өзіңізге уақыт машинасымен бару арқылы кредит алуға тыйым саласыз. Яғни сіз кредит алуға өтінішті жіберген жағдайда сіздің электронды үкіметтегі электронды деректеріңіз сізге тыйым салып, банкке бұл адам кредит алуға құқысы жоқ деген рұқсат бермеу нүктесін көрсететін болады. Дәл осындай функцияны онлайн бизнеске де қолдануға болады. Бірақ та ол нені білдіреді? Себебі онлайн казино болсын, онлайн ойындардың көбісі біз дәстүрлі түрде білетін банк карточкаларын, ақшаны, қаражатты қолданбайды. Ол көптен бері криптовалютаға, биткоинға өтіп кеткен болатын. Ал Қазақстанда криптовалюта мен биткоинді реттеу бойынша бізде ешбір заңнама жоқ.